Қайырлы күн балалар. Бүгін бір сіздерменен 4-ші сынып математикасының 2-ші бөлім 19-ші беттегі 5-ші есепті шығаратын боламыз. Яғни бұл жұптық жұмыс. 5-ші есеп есепті шығар. Алдымен есептің берілгенін мұқият оқып алайық. Қазба жұмыстарын жүргізетін алаңның ені 250 метр, ал ұзындығы одан 150 метрге артық. Алаңның 5/1 бөлігі зерттелген, ал қалғаны зерттелген жоқ. Зерттелмегеніне қарағанда зерттелгені неше квадрат метрге кем. Яғни балалар, бұл жұптық жұмыс, сондықтан кішкене күрделі екені белгілі болып тұр, иә? Енді алдымен мұқият оқып алдық. Енді шартын құрып бастаймыз. Шартын неғұрлым қысқа сауатты құратын болсақ, есепті бізге де соғұрлым шығаруымыз оңай болады екен. Бірінші, қазба жұмыстарын жүргізетін алаңның ені 250 метр дейді. Демек, шарты деп белгілеп қояйық, шарты алаңның ені 250 метр. Жазамыз, ені 250 метр. Ал ұзындығы одан 150 метрге артық. Ұзындығын А деп белгілейміз, 150 метрге артық. Демек, ұзындығы белгісіз деген сөз. 150 метрге артық болса, бізге ол әлі белгісіз. Біз есептеген жоқпыз әлі. 150 метрге артық. Артықты қысқаша қысқартып жазып қояйын. Яғни, енінен артық болғаннан кейін біз бағытпенен көрсетіп қоямыз. Яғни, енінен артық деп. Енді ары қарай. Алаңның 5/1 бөлігі зерттелген, ал қалғаны зерттелген жоқ дейді. Алаңның балалар 5/1 бөлігін табу үшін біз алаңның, жалпы алаңның ауданының өзінің қанша екенін біз бірінші анықтап алуымыз керек. Демек, біз ауданы тауып алуымыз керек. 5/1 бөлігі зерттелген. Енді жазамыз, зерттелген. Белгісіз 5/1 бөлігі болса, ол да балалар белгісіз деп есептейміз. 5/1 бөлігі. Ал қалғаны зерттелген жоқ дейді. Демек, зерттелмеген белгісіз, яғни қалғаны деп көрсетіп қояйық, балалар, өзімізге түсінікті болу үшін. Зерттелмегеніне қарағанда зерттелгені неше квадрат метрге кем дейді. Енді бағытпенен, екі жақты бағытпенен бұлай көрсетіп қоямыз. Неше метр? Зерттелмегеніне қарағанда зерттелгені неше квадрат метрге кем? Неше квадрат метрге кем? Яғни неше дегеніміз белгісіз, белгісін қояды екенбіз, балалар. Метрге кем. Енді шешуін таппастан бұрын балалар, біз шартымызға қарап, неше сұраққа жауап беру керек? Неше амалмен шығаруға болады? Қазір соны анықтап алайық, балалар. Бірінші сұрақ. Яғни ұзындығын табамыз. Екінші сұрақ. Ауданын табамыз. Үшінші, зерттелген бөлігі 5/1 бөлігі екен. Яғни біз 5/1 бөлігін табамыз. Төртінші сұрақ. Қалғанын табамыз. Яғни қалғаны зерттелмеген. Демек, бір сұрақ, 2, 3, 4, 5-ші сұрақ. Зерттелмегеніне қарағанда зерттелгені неше квадрат метрге кем деп тұр. Яғни 5-ші сұрақ. Яғни 5 сұраққа жауап беруіміз керек есептің шешуін табу үшін. Енді бізде бірінші сұрағымыз ұзындығын тауып алуымыз керек. Яғни А біріншіде белгілеп қояйын. А тең болады. Яғни 150 метрге артық делінген. Артық болса, балар 250-ге не істейді екенбіз? 150-ді
қосады екенбіз. 250-ге 150-ді қосатын болсақ, 400 метрге тең болады екен, я? Демек, ұзындығы 400 метрге тең. Екінші сұрағымыз ауданын тауып аламыз. Ауданын тауып алу үшін балалар білеміз, я? Ұзындығы менен жазып көрсетіп кете салайын, я? Ұзындығы менен енін көбейтуіміз керек. Біз ұзындығын қазір белгілеп алдық, 400 метр таптық. 400 метрге ені 250 метр екен, енін көбейтеміз. Яғни ауданын табу үшін. 400-ге 250-ді қалай көбейтеміз, я балалар? 4-ге 25 көбейтіп аламыз, 100. Енді артындағы нөлдерді тіркей саламыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Яғни біз ауданын тауып жатқандықтан балалар 100.000 метр квадрат деп өлшем бірлігін дұрыстап жазып қояды екенбіз. Енді үшінші сұрақ, зерттелген бөлігін біз анықтап алуымыз керек. Өйткені 5-тен 1 бөлігі зерттелген деп тұр. Үшінші сұрағымыз 100.000-ды 5-тен 1 бөлігін табу үшін 5-ге бөліп, 1-ге көбейтеді екенбіз. Енді 100-ді 5-ге қалай бөлеміз? 10-ды 5-ке бөлеміз 2, қалған нөлдерді артына тіркеп қоямыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Яғни зерттелген бөлігі, 5-тен 1 бөлігі қанша екен? 20.000 метр квадрат екен. Енді қалған бөлігі зерттелмеген делінген, қалғаны зерттелген жоқ дейді. Зерттелмеген бөлігін табу үшін, яғни қалғанын табады екенбіз. Қалғаны зерттелмеген деп тұр. Жалпы ауданы бізде 100.000 метр квадрат еді. Зерттелген бөлігі 5-тен 1 бөлігі 20.000 квадрат метр болды. Демек, жалпы ауданнан біз зерттелген бөлігін азайтады екенбіз. Яғни қалғанын табылатын кезде біз балалар азайту амалын қолданамыз, я? Демек, жалпы ауданы алаңның 100.000 метр квадрат, зерттелген бөлігі, яғни 5-тен 1 бөлігі 20.000 метр квадрат. Азайтамыз 80.000 метр квадрат. Яғни қалғаны, яғни зерттелмеген бөлігі алаңның 80.000 метр квадрат. Жалпы ауданы 100.000 метр квадрат, зерттелген 5-тен 1 бөлігі 20.000 метр квадрат, зерттелмеген бөлігі 80.000 метр квадрат. Енді соңғы 5-ші сұрақ. Бізден сұрап жатыр, зерттелмегеніне қарағанда зерттелгені неше квадрат метрге кемделінген. Демек, бізде айырмашылығын табу үшін балалар азайту амалын қолданамыз, я? 80.000 метр квадрат, яғни қалғаны зерттелмеген бөлігі. Содан азайтамыз зерттелген бөлігін. Демек, 80.000-нан азайтамыз 20.000-ды 60.000 метр квадрат. Демек, зерттелмегеніне қарағанда зерттелгені неше квадрат метрге кем дейді. Жауабым балалар. Толық жазуға әдеттеніңдер. Мен қазір қысқаша сіздерге көрсетем. Ал өздерің толығымен жауабын толық жазуға дағдыланыңдар. Яғни 60.000 метр квадратқа кем. 60.000 метр квадрат кем. Зерттелмегеніне қарағанда зерттелгені 60.000 метр квадратқа кем екен балалар. Енді ары қарай қазір сіздерменен келесі топтық жұмысты шығаратын боламыз. 6-шы есеп. Берілген мұқият оқып алайық. Есептерді оқы. Онда артық мәлімет бар ма? Есептерді шығар. Артық мәлімет дегенді балалар қалай түсінеміз? Яғни біздің жұмыс істеу барысында, есептің шешуін табу барысында бізге қажет емес мәлімет бар ма деген сұрақ қойылып тұр. Енді мұқият оқимыз. Велосипедші таңертеңгі сағат 8-де шықты.
ол 200 километр жолды 20 километр сағат жылдамдықпен жүріп өтті. Ол жолда неше сағат болды? Балалар, қалай ойлайсыңдар? Артық мәлімет бар ма? Және қай жерінде артық мәлімет бар? Қалай ойлайсыңдар? Тағы бір рет оқимын, мұқият тыңдаймыз. Велосипедші таңертеңгі сағат 8-де шықты дейді. Яғни велосипедшінің таңертең сағат 8-де шыққанын айтып тұр. Ол 200 километр жолды 20 километр сағат жылдамдықпен жүріп өтті. Ол жолда неше сағат болды? Енді қазір жазамыз. 200 километр жолды, 200 километр, яғни ол қашықтық. С деп белгілейміз қашықтықты. 200 километр. 20 километр сағат жылдамдықпен жүріп өтті дейді. Жылдамдықпен делініп тұр, демек жылдамдығы 20 километр сағат. Ол жолда неше сағат болды? Яғни Т белгісіз сағат. Так, шартын қайтадан қайталайым. С 200 километрге тең, В 20 километр сағат, Т белгісіз сағат. Яғни жолда неше сағат болғаны ғана белгісіз. Енді балалар, мұқият қараңдар. Велосипедшінің таңертең сағат 8-де шыққаны туралы мәлімет бізге қажет пе, жоқ па? Ол сағат нешеде шыққаны бізге қажет емес. Бастысы бізге 200 километр жолды ол 20 километр сағат жылдамдықпен жүріп өтті. Сағат 8-де шықса да, басқа уақытта шықса да, осы километр, осы қашықтықты, осы жылдамдықпенен қанша сағат жүріп өтті деп бізден сұрап жатыр. Тыны табу үшін балалар не істейміз? Тыны табу үшін, яғни уақытты табу үшін қашықтықты жылдамдыққа бөледі екенбіз. Тыны табу үшін не істейміз? 200-ді бөлеміз 20-ға. Яғни 0 мен 0 қысқарады. 2-ні 2-ге бөлеміз 1, қысқармаған 0-ді әкеп қасына жазамыз. 10 сағат. Демек, жолда велосипедші 10 сағат болды. Демек, бізде артық мәлімет бар екен, және ол таңертең сағат 8-де шыққаны туралы мәлімет бізге артық екен. Арғарай, екінші. Межеленген жерге жету үшін археологтар 280 километр жол жүру тиіс. Автокөлік жолсыз жермен 38 километр сағат жылдамдықпен 6 сағат жүрді. Тағы қанша километр жол жүруі қажет дейді. Қалай ойлайсыңдар, қайсы мәлімет артық? Немесе артық мәлімет бар ма? Бар болса, қайсы мәлімет артық? Және қайталап оқимын. Межеленген жерге жету үшін археологтар 280 километр жол жүруі тиіс. Автокөлік жолсыз жермен 38 километр сағат жылдамдықпен 6 сағат жүрді. Тағы қанша километр жол жүруі қажет? Артық мәлімет автокөліктің жолсыз жермен жүргендігі. Яғни ол қандай жолмен жүрсе де, осы жылдамдықпенен 6 сағат жүрген. Яғни бізге қажет емес мәлімет автокөліктің жолсыз жермен жүргендігі. Так, қалай орындаймыз? Енді бұл жерде балалар байқап тұрсаңдар, қашықтық, екі қашықтық беріліп тұр, байқап тұрсыңдар ма? 280 километр, одан кейін тағы қанша километр жол жүру қажет. Яғни қашықтықты белгісіз деп тұр. Енді былай жасаймыз. Бізге 280 километрді біз бастапқы қашықтық, яғни СО деп белгілейміз. 280 километр. Жолсыз жермен 38 километр сағат жылдамдықпен 6 сағат жүрді дейді. Жылдамдықпен деп тұр. В, яғни 38 километр сағат 6 сағат жүрді дейді. 6 сағат жүрді дейді. Демек, Т 6 сағатқа. Тағы қанша километр жол жүру қажет? С белгісіз. Километр.
енді қашықтықты табуымыз керек. Яғни 38 км сағат жылдамдықпенен 6 сағат жүретін болса, біз не істейміз? Формуласы қалай еді? S-ті табу үшін V-ны не істейміз? Көбейтеміз Т-ға. Яғни қашықтығын табу үшін жылдамдығын уақытқа көбейтеді екенбіз. 38-ді 6-ға, 38 көбейтеміз 6-ға. 6-ға бірінші бірлікке көбейтіп аламыз. 6-ға көбейтеміз 8-ді 48 4 ойда. 6-ға 3 18 ойдағы 4-пенен 22 228. Яғни ол 6 сағатта археологтар 228 километр жол жүрген. Енді тағы қанша километр жол жүру қажет дейді. Негізгі жол жүру тиіс 280 километр жол жүру тиіс еді. Олар 228 километр жол жүрді. Екінші амалымыз бастапқы қашықтықтан, яғни 280-нен олардың 6 сағатта жүріп өткен жолын, яғни 228 километрді не істейміз? Азайтып тастайды екенбіз. Демек, 52 тағы қанша километр жол жүру қажет? Яғни олар тағы да 52 километр жол жүруі қажет екен. Жауабына толқып жазып, тағы қанша километр жол жүру қажет? 52 километр жол жүруі қажет. Балалар есепті орындаған кезде, тапсырмаларды орындаған кезде жауабын толық жазып, мен қазір қысқаша көрсетіп қойдым, балалар толық жазып дағдыланыңдар. Тағы да бұл жерде бір айта кететін жағдай, балалар километр сағат дегенді жалпы жылдамдық. Біз қалай түсінеміз жылдамдықты? Километр сағат деген ұғымның өзін, балалар, немесе метр минут деп жатамыз, осы ұғымдардың өзін біз қалай түсінеміз? Соны бір естеріңе салып өтейін, балалар. Километр сағат деген ұғымның өзі бір сағатта қанша километр жол жүрді? Не болмаса, ұшақ болатын болса, ұшты, болмаса, теңізде болатын болса, жүзді бір сағатта деген сияқты. Яғни километр сағат деген ұғымның өзі мағынасы бір сағатта қанша километр жол жүрді, немесе метр минут дегеніміз бір минутта қанша метр жүрді деген мағынаны білдіреді екен, балалар. Балалар, тапсырманы орындалу жолдары түсінікті болды деп ойлаймын. Барынша қарапайым тілменен түсіндіруге әрекет жасадым. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Балалар, сау болыңыздар.